Сәлем достар, сіздермен бірге Нурикс. Бүгін мен сіздерге 2016 жылы шыққан Тишина фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Я думаю, что сейчас ты в моей власти. Орман ортасында жападан жалғыз тұрған бір үй бар. Ішінде Мэдисон Янг есімді жазушы әйел кешкі ас дайындап жатыр. Өкінішке орай Мэдисонның құлағы естімейді. Тамақтың шықырлап піскен дыбысын ести алмайды. Кішкенеден соң оған Сара есімді көрші әйел жазады. Мэдисон оны өз үйіне қонаққа шақырады. Әйел корм арқылы мысықтарын алдап үйге кіргізеді. Үйге Сара келді. Мэдисон ерін арқылы адамдардың не айтып жатқанын оқи алады. Соған қарамастан Сара Мэдисонмен қолын қимылдату арқылы сөйлеседі. Сара Мэдисонның соңғы шығарған кітабын оқығанын және де кітаптың керемет екенін айтып мақтайды. Мэдисон, маған анамның дауысы естіліп жүр. Оның сөздері кітап жазуға көмектеседі дейді. Мэдисон 13 жасында аурудың кесірінен есту қабілетінен айырылған еді. Екеуі сөйлесіп тұрғанда жарық сигнализациясы қосылады. Үйге келсе тамақ күйіп кетіпті. Құлағы естімейтін болғандықтан Мэдисон жарық сигналын қолданады. Сара құрбысын өзінің үйіне шақырды. Алайда Мэди жұмысы бар екенін айтып бас тартты. Сара ертең келем деп кетіп қалады. Мэдисонға Крейг деген біреуден сені сағындым деген хат келді. Әйел хатты өшіріп тастайды. Мэдисон басындағы дауысты тыңдап жаңадан кітап жазып отыр. Романның соңы онша емес шығып жатыр. Сондықтан да әйелге барлығын басынан бастау туралы ой келеді. Әйел бағанағы Крейгке соғады, бірақ та бірден қойып тастайды. Кішкенеден соң Крейг кері соғады. Мэдисон қойып тастады. Крейг әйелдің телефонына да соқты, алайда Мэди мән бермеді. Кішкенеден соң үйге Сара жүгіріп келеді. Ол құрбысына есікті аш деп айқайлауда. Есік кілттеулі. Мэдисон естімейді. Сараның арқасына жебе қадалды. Сосын ақ маскадағы белгісіз маньяк оны өлтіріп тастайды. Мэдисон артында не болғанын көрген жоқ. Маньяк бұған қатты таңғалды. Ол терезені қағып, әйелдің көңілін аудартпақ болды. Алайда Мэдисон мүлдем естімейді. Маньяк Сараның мәйітін алып кетіп қалады. Ал Мэдисон кітабын жазуда. Маньяк қайтып келіп, терезе арқылы әйелге қарайды. Сосын есікті бұзып үйге кіреді. Маньяк басында оны өлтірмек болды. Алайда бірдеңе жазып отырғанын көріп, болғанша күте тұруды шешті. Мэдисонға сіңілісі Макс соқты. Маньяк көрінбес үшін тығылып қалды. Макс кітап қалай шығып жатыр деп сұрайды. Мэдисон соңын ойлап таба алмай жатқанын айтады. Әпкел сіңлілер романды қалай бітіру туралы ұзақ әңгімелесті. Маньяк сәтті пайдаланып, әйелдің телефонын алып алады. Макс арт жақтан бірдеңені байқағанын және үйде бөтен біреудің жүргенін айтады. Мэди бұл мысық болар деп ойлайды. Әйел сөйлесіп болып мысығын шақырады. Алайда мысық келген жоқ. Әйел ноутбугын қосқанда айфоннан хат келеді. Мэди хатты ашып, өзінің суретін көреді. Әйел үйде бөтен біреудің бар екенін түсінді. Ол терезеден сыртта тұрған маньякты байқайды. Әйел дер кезінде есікті кілттеп үлгерді. Сол кезде маньяк сырттай аңдуды шешіп кетіп қалады. Мэди ноутбук арқылы 911-ге соқпақ болады. Алайда маньяк үйдегі тоқты өшіріп тастайды. Тоқ болмаса Wi-Fi-да болмайды. Әйел көрші үйдің Wi-Fi-ын бұзып кіруді шешті. Ал маньяк мәз болып әйелді бақылап тұр. Маньяк Мэдидің көлігінің дөңгелегін жарып, өз қаруын көрсетті. Мэди терезеге сенің істегеніңді ешкімге айтпаймын. Кетпесең қазір жігітім келеді деп жазады. Маньяк маскасын шешіп, жігітіңнің жоқ екенін білемін. Сені кез келген сәтте өлтіре аламын. Өмірің менің қолымда деп кетіп қалады. Сосын Сараның мәйітін терезенің алдына келеді. Бұл Мэдиді қатты қорқытты. Әйел есікті ашып, маньякты алаңдату үшін көлігіндегі сигналды қосады. Сосын терезені ашып, Сараның қалтасын ақтарып телефон іздейді. Күтпеген жерден маньяк келіп қалды. Ол терезені жауып үлгереді. Терезеге маньяктың саусақтары қысылып қалды. Мэди сәтті пайдаланып, балтамен ұрып жіберді. Жараланған маньяк ашуланып қашып кетеді. Маньяк пен әйел тығылыспақ ойнауда. Маньяк әйелді іздеп жүр. Мэди сәтті пайдаланып үйден қашады. Алайда маньяк арбалетімен ата бастайды. Маньяк тигізе алмады. Әйел үйге тығылып қалды. Мэди екінші этаждағы терезе арқылы тағы да қашпақ болады. Ол маньякты фонарик арқылы алаңдатады. Алайда қашу жоспары тағы да іске аспады. Осы жолы маньяктың атқан жебесі Мэдисонның аяғына дәл тиді. Маньяк үйге өрмелеп әйелді ұстап алмақ болады. Алайда Мэди оның арбалетін тартып алады да бетінен ұрып жерге құлатады. Маньяк жерде қиналуда. Алайда күш жинап тағы да шатырға шығады. Мэдисон үйге кіріп үлгерді. Және де арбалетімен атам деп қорқытады. Мэди ваннаға келіп, аяғындағы жебені суырады. Әйел арбалетті оқтай алмауда, күші жетер емес. Бұл уақытта маньяк оның дәрменсіз күйін терезе арқылы бақылап тұр. Үйге Сараны іздеп күйеуі Джон келді. Ол есікті қағады. Алайда Мэдисон естімеді. Бір кезде әлгі маньяк өзін полицеймін деп таныстырып, Джонды алдамақ болады. Ол Джонға тізерлеп отыр және құжаттарыңды көрсет дейді.
Маньяк Джонға сенген кейіп танытты. Сосын Мэдисон туралы сұрақтар қояды. Маньяк формасыз тұр. Оған қоса істері полицейге сай келмегендіктен Джон күдіктене бастады. Бір кезде маньяк Сараның мәйітінен алған сырғаны түсіріп алады. Джонның күдігі одан сайын күшейді. Ол Мэдисон үйдің кілтін гүлдердің арасына жасырады деп маньякты алаңдатып ұстап алмақ болды. Алайда Мэдди шығып Джонды алаңдатты. Маньяк жігітке бірінші болып пышақ тығып алады. Сосын Мэддиге алаңдатқан үшін рахмет айтады. Джон тірі қалыпты. Және ол Мэддиді құтқару үшін маньякты құлатып соңғы күшін жұмсайды. Джон қаншерді қылғындырып өлтіргісі келді. Алайда күші таусылып, қолын босатып жібереді. Мэдди басындағы дауыстарды тыңдап, тірі қалу үшін жоспар құруда. Қашып кетейін десе, аяғы жаралы. Сондықтан да маньякты өлтіруден басқа таңдау жоқ. Маньяк Мэддидің мысығын ұстап алды, және де оны өлтірмек. Дәл сол сәтте үйден Мэдди шығып, маньякты арбалетімен атады. Әйел ақыры арбалетті оқтаған екен. Маньяк тірі қалып, әйелді қуады. Мэдди қашып келе жатып, соңғы жебесін түсіріп алады. Оқталмақ болғанда маньяк есікті жауып, әйелдің қолын қысып тастайды. Әйелдің қиналғаны қаншерге рахат әкелді. Ол Мэддидің саусақтарын аяғымен езіп сындырады. Әйел қолын босатып, істеп оны қорқақ деп терезеге қанымен жазады. Маньяк есікті бұзу үшін монтировка алуға кетті. Мэдди болса өлетінін біліп, ноутбугына маньяктың сырт келбетін сипаттап жазып, ата-анасы жақындарына қоштасу хатын қалдырады. Қаншер есікті сындыруда, ал әйел ваннаға тығылды. Маньяк үйге кірді, және Мэддидің артында тұр. Әйел қаншердің демалғанын сезіп, күтпеген жерден оған пышақ тығады. Пышақ оның тізесіне кірді. Маньяк қиналуда, бірақ та әдеттегідей өлмей қалды. Мэдди ас бөлмеге келіп, есінен танған кейіп танытып жерге жатады. Маньяк келгенде аэрозольді баллончигімен тура көзіне атады. Ең соңында жарық сигналын қосып, оны соқыр қылмақ болады. Соған қарамастан маньяк оны ұстап қылғындыра бастайды. Мэдди жерден бөтелке ашатын құралды тауып, қаншердің мойнына тықты, және сол арқылы психты өлтіреді. Мэдди маньяктың қалтасын тексеріп, телефонын табады, және 911-ге соғып көмек шақырады. Әйел үйдің шатырына шығып, мысығын сипалап полицейлерді күтіп отыр. Соңғы сценада ол біртүрлі күледі. Содан соң фильм аяқталады. Осылайша видеоның соңына жеттік. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.